Assalamualaikum, құрметті достар. Бүгін етістіктің бірнеше түрленуін үйренеміз. Яғни болымды болымсыз райлар. Кәтаба деген жазы, яктубу жазады деп үйрендік алдыңғы сабақтарымызда. Енді соның болымды түрі жазу болса, болымсыз жазбау. Яктубу жазады, немесе жазып жатыр. Ла яктубу болатын, сол жазбайды, немесе жазып жатқан жоқ. Ләм яктуб соңына қараңыз, ләм келетін болса, одан кейінгі сөз сүкунмен аяқталады. Ләм яктуб жазбады, өткен шақтағы болымсыз рай. Лән яктуба болатын болса, мүлдем жазбайды, болашақта да мүлдем жазбайды, үзілді кесілді. Ал ләмма яктуб болатын болса, мүлдем жазбады. Ләм яктуб жай ғана жазбады, ләмма яктуб мүлдем жазбады. Ла яктубу жазбайды, лән яктубу мүлдем жазбайды. Енді қосымша ма яктубу немесе ма кәтаба. Ма яктубу жазбайды жайған, ма кәтаба жазбады өткен шақта. Енді қараңыз, ла яктубу мен ма яктубу бір мағына. Бірақта ма деген өткен шақта да, келер шақтың да алдында да келе береді, болымсыз қылып жазбайды немесе жазбады. Ал ла яктубу деген жазбайды деген өткен шақта келмейді еш уақытта. Ла кәтаба деп жаза алмайсыз. Ал ма деген барлық жерде келе береді, сондықтан орнын ауыстырып айтсаңыз да болады екен. Осы грамматикалық ережені жаттап алыңыз, өте маңызды тақырып.